психологиялық ахуал орнатып аламыз, иә? Ал әрбір адам тусын досын жұраған, әрбір сабақ үйрену ұмыл уақыт, әрбір ісің тірлік тірек адамдық, әрбір сөзі шындық бірлік адалдық. жақсы, жарайсыз ба? Орындап кеттік па? Жақсы, ендеше сіздердің үй тапсырма орындағандарыңызды пысықтайтын боламыз. Қазір мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер сол сұраққа жауап беретін боласыздар. Жақсы, оқушылар, сіздер үй тапсырмасын оқушылар сабағымызды бастамас бұрын біздер терезеге қарайықшы. Бүгін табиғатта қандай өзгеріс болды? Қар жауды, иә? Біз қардан не жасаймыз? Аққала жасап ойнаймыз, иә? Ендеше балалар тақтайға қарай ойнайды. Тақтада біздерде аққаланың бейнесі бар. Бүгінгі сабағымызда аққала құрастырып, сол арқылы өзімізді бағалайтын боламыз. Сіздерге берілген, алдарыңызда тұрған фигураларды қараңыздар, иә балалар? Сіздерге аққаланы фигурамен берген болатын. Сол аққаланы жасау үшін, соны жасайтын кезде біздер былай жасаймыз, оқушылар. Бірінші, әрбір сабақты түсінгенде, әрі сабақ барысында, әрбір тапсырманы орындап жатқан кезде бір фигурадан жабыстырып отыратын боламыз. Естік па? Егер сіздер жаңа аққаланың барлық фигураларын жабыстырып болған болсаңыздар, сіздер сабаққа толық қатысып, әрі кереметтей түсінген боласыздар. Естік па? Жақсы. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабағымыз біздің зат есім. Зат есімнің жалғасы. Бүгінгі сабағымыз зат есімнің жекеше және көпше түрін өтетін боламыз. Зат есімнің жекеше және көпше түріне берілген сөздерді ажырататын боласыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды құрастырамыз және оны жауабын жазатын боламыз. Және берілген сөйлемдердің ішінен зат есімдерді тауып жазатын боламыз. Оқушылар, оқулыққа қараймыз. Оқулықтағы 15-ші тапсырмаға қараймыз. Берілген Нұрсия оқи қойшы. Мәтінді оқы дейді, иә? Тақырыбы қандай екен, оқушылар? Ендеше оқушылар бұл тапсырманы бейне жазба арқылы теледидардан қарап алайық, иә? Мұқият тыңдайық. Қазір осы тапсырмамен біздер жұмыс жасайтын боламыз. Орындалған. Сауытбайдың тойынан көп адам жиналды. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы, Ыбырай Алтынсарин екен. Біз келгенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отызгерлер қасына дегендей, ауылына еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естіді. Көпшілікке өзі үшін емес, ел үшін қолға салып отыр деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жеңіс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде: "Біз ғана өнер білімнен құралған халық келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады дейді кімдер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен жұмыс керек" деді. Сіздерге топтық жұмыс беретін боламын, иә? Мынандай жұмыстар дайындап қойдым. Мынау екінші топтық екен. Бәріміз ортаға келіп, топтық тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл жерде оқушылар сіздерге сұрақтар берілген, сол сұрақтарды жауабын жазамыз, иә? Әуелі сұрақ қойып, содан кейін жауабын жазатын боламыз. Ал, бастаймыз. Аян, мынау не? Домбыра екен, иә? Бұған қандай сұрақ қоямыз? Не деген сұрақ қоямыз, иә? Ал енді мынау не зат? Домбыралар. Оларға қандай сұрақ қоямыз? Жақсы, Аян, мен саған тағы бір-екі сұрақ қояйын, иә? Мына жерде не көріп тұрмыз? Не зат? Терезе көріп тұрмыз, иә? Бір терезені. Қандай сұрақ? Ана терезелердің бәрін қоссақ, нелер болады? Нелер деген болады, иә? Жақсы. Ал енді, келе ғой, Аян. Жерде тағы саған сұрақ қояйын. Мынау не зат? Бала, иә? Ал бәрін қоссақ, қандай сұрақ қойылады? Кімдер деген сұрақ қоямыз, иә? Ал бұл жерде не көріп тұрмыз? Иә, мыналар көп болса, кімдер деп айтамыз, иә? Оларға қандай сұрақ қоямыз? Нелер деп сұрақ қоямыз, иә? Жақсы. Жауап бөлек жазып жатсыңдар ма? Басқа түсіне Ой, бәрекелді. Мына нелер болды екен. Таң қалғандарыңдар. Кәне? Болыңдар ма? Сіздер де жасаңдар. Кәне? Мен аламын да. Күннің тойы болды. Сауытбайдың мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап жазды. Мәтінде зат есімі болды. Сауытбайдың кім орысша киінді? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай не деп айтты? Балаларды орысша оқыту. Бізге берілген сұрақ мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып
жауап жаз. Ыбырай Алтынсарин білім туралы не айтты, өз ойыңды бөліс. Сауытбайдың тойына кім келді? Көп Адам жиналды. бәрекелді. Оқиғалы. Расыл оқы. Ыбырай Алтынсарин не істеді? Мектеп ашты. Дұрыс. Кім мектеп ашты? Ыбырай Алтынсарин ашты. Жақсы. Бәрекелді балалар. Отырамыз. Оқушылар, сіздер жаңа тапсырмаларды орындадыңыздар, иә? Бәріміз орындасақ, бәріміз қосылып, осы топтық жұмысқа өзіміздің ақ қаламыздың төрт фигурасын алып жабыстырамыз. Себебі сіздер ана жерде мәтіннің мазмұнына қарап өздеріңіз сұрақ қойдыңыздар, оған жауап бердіңіздер. Тағы да сіздерге берілген тапсырма, екінші тапсырмада сұрағын қойып, және оған да жауап бердіңіздер. Сол себепті сіздер ақ қаланың төрт фигурасын жабыстыра бердіңіздер. Төрт ұпайларыңыз бар балаларыңыздан. Сұрақ, мәтін мазмұнын бойынша сұрақ қойып жауап жазыңдар. Мәтіннен нақыл сөздерді тап, және осы сөздерден қандай ой Түйгеніңді жаз дейді, жаз. Кімнің тойына келді? Сауытбайдың тойына. Екінші бала болсын. Бітер ісінің басына жақсы келер. Қасына. Нақыл сөз екен, иә? Қасына. Өнер жастан шығады дейді. Абылайдай жақсы адам келеді. Бірлікте жұмыс жасайды. Олар бірлікте жұмыс жасайды. Бөлігін орынға кірі. Жапсыз болайық сосын бақын. Оқушылар, дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізге бүгінгі күннің жадын жазамыз. Қаңтардың 15 сынып жұмысы деді. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімі екен. Зат. Оқушылар, қандай әріпке келді? Г әрпіне келді. Қане айтып қараңызшы. Г. Ұяң дауыссыз дыбыс екен, иә? Ұяң дауыссыз дыбыс неше оқушылар? Жеке болады. Дауыссыз дыбыстар, ұяң дауыссыз дыбыстар болып есептеледі екен. Қане бәрін айтайықшы. Б, Г, Д, Ж, З. Жеті әріп айтып шықты. Ендеше әдемі Г. Ал, жазып шығамыз оқушылар. Тапсырманы қарай. Берілген оқиға шағырген. Жұмбақтылығымызға қарап отырамыз. Кімнің атын айтамыз, сол бала оқитын болады. Алина. Нұрасыл. Самат сағат екеуі төгіліп күй шертеді. Тәнебес. Әбдімәлі. Ахат. Марат екеуі ат үйетіп жүреді. Манат Екеуі. киім кешек тігеді. Зұхратпен. Балаларды өнерлі есептеп көр еді. Есептеп көр, сен енді дейді. Оқушылар. Кәне. Есептеп неше баланың аты? 5. Бәрін санаймыз. Бәрекелді. Тәнебес 12 бала дейді. Неге 12 бала дейді оқушылар? Ал енді олар неше өнер жасады? Қарайықшы. Айтыпты. Тағы да. Күй шертіпті. Тағы да 2 бала. Ат үйреткен. Тағы да 2 қызымыз. Тігін тіккен екен, иә? Бұл жерде неше өнерді көріп отырмыз? 6 өнер болады ғой. Балалар егер екеуден жасаған болса, біздер 12 баланы көрген болсақ, бұл жерде 6 өнерді көрсетіп тұр, иә? Оқушылар, ендеше, біз попкорн әдісі арқылы қазір осы өлеңіміздің ішіндегі жалпы есімдерді тауып, тақтаға жазатын боламыз. Естік па? Жалпы есімдер табайықшы, кәне. Бір орнымыздан айтамын. Қанатты Маратты жаза қой. Ахат, келемі жаза қой. Жанат жаза қой. Марат. Бала кезектесіп жазайық, біріміз. Жақсы оқушылар, біздер өлеңді оқыдық, иә? Түсініп оқып, жұмбақтың шешуін таптық па? Таптық. Егер мен таптым деген оқушы болатын болса, 1 балл алды. Сол себепті біздің ақ қаламыздың тағы да бір фигурасын жабыстырып қойса болады. Екінші, біздер жаңа попкорн әдісі арқылы жалпы есімдерді тауып не істедік? Тақтаға жазып отырдық. Сол тақтаға жазған оқушылар да ақ қаланың бір фигурасын алып жабыстырып алуға болады өзіне. Тағы да оқушылар дәптерлеріне әдемі көркем етіп жазсаңдар, оны да бір фигурадан жабыстырып алуларына болады. Айтамын. Mana, жаза.
Жалпы ішінде 2 рет жазылған, иә? Мендеке. Жоқ, күйдеген емес біздер. Ал. Шаш. Оқушылар, алдарыңызға қағаз бердім, осы қағазбен, қаламмен қазір сергіту. Мына балаларға қарап, сергіту жасайтын боламыз. Орнымыздан тұрайық. Оқушылар, 17-ші тапсырмаға қараймыз. Кім? Амина оқи қойшы. Оларға сұрақ қойды дейді. Ендеше оқушылар біздер 17-ші тапсырманы жұптас әдісімен орындайтын боламыз. Оларға сұрақ қойды дейді. Көріп тұрсаңыздар, сұрақты ортасына қойғанмын. Енді кімнен? Кім деген сұраққа жанды зат есімдерді жазамыз. Ал не деген сұраққа жансыз зат есімдерді жазамыз. Бұл сұраққа кім? Көрші дейді, кім? Әже дейді. Кім? Анау не? Тез-тез жаза беріңдер, Кәне. Енді оқушылар жазып болған болатын болсаңдар, оларға біздер көптік жалғау қосамыз. Мысалы, мына жерде домбыра. Көп домбыра болса не болады? Домбыралар. Ал көптік жалғауын қосыңдар. Енді оқушылар осы тапсырмаларды орындаған екенсіздер, артқаратып, осы құраған зат есімдерінен бір сөйлем құрай қойыңдар. Ал, кеп. Қол көтереміз, Амин айтар ғой. Апайлар оқушыларға сабақ берді. Бәрекелді. Бәрі сөз таптарын құрады. Керемет. Айта. Бәрекелді. Нені? Сұрақ қой. Кімнің? Достарым. Кімдер? Не? Жақсы. Сұрақ қой. Суретшілер кімдер? Әдемі не? Қандай? Суреттер нелер салады, не істейді? Не істейді? Апам, бар. Дұрыс, жақсы. Айтамын. Әдемі оқи ғой. Не істейді? Жақсы балалар. Сіздер бұл тапсырманы өте жақсы орындаған екенсіздер. Ендеше сіздер мына тапсырмада зат есімдермен кім, не деген сұрақтарға зат есімдерді жазсаңдар, тағы да бір фигураларыңды алып жабыстырып қойыңдар. Енді оларға жекеше көпше сұрақ қойсаңдар, жекеше көпше жалғауларын жалғасаңдар, оған да бір балл бір фигураны жабыстырып қойыңдар. Сіздер тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді үй тапсырмасына сенің қандай өнерің бар деген сұраққа жауап жазып келетін боласыздар. Жақсы ма? Кәне, дәптерлеріңізді ашып, үй жұмысы деп жазып ала қойыңыздар. Сенің қандай өнерің бар дейсің. Сосын оқушылар бері қараймыз. Тағы да осыңа хабарлама жаз дейді. Сіздердің барлықтарыңыздың әртүрлі өнерлеріңіз бар, сол өнерлеріңізді достарыңызға хат ретінде бір қағазға жазып, достарыңызға табыстайсыңыз. Келісіп пе оқушылар? Жақсы. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяғына шыға. Балаларды көріп тұрсыңдар ғой, біреуі түсіндім дейді, біреуі сұрағым бар, үшіншісі түсінбедім деп тұр. Осыны келіп және басып, түсінген адамдар түсінбегендері түсінбегенін басып кетеміз. Кел, орындарына келіңіздер. Сұрағымыз дейін, жақсы оқушылар. Сабақ түсінікті болды ма оқушылар? Бүгін не туралы отыр? Зат есімнің қандай түрі екен? Жекеше түрін өттік. Ал оқушылар, зат есімнің жекеше түрін айтып қарайықшы. Зат есімнің жекеше түрі не деген сұраққа қой? Не? Домбыра не? Бата не? Не? Терезе. Енді соны көпше түрге айналдырайықшы.
сұраққа жауап береміз. Иә, жақсы оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Ой, сендердің ақылдарыңа